Сәлем, асханалық таразы, кішкене магнит және бізде тестер Charger Z. Бұлар не үшін керек? Әрине, біз бүгін адаптерлерді тексеретін боламыз. Біздің қолымызда Linux копия және біздің оригинал адаптерлеріміз бар. Соны сіздерге көрсететін боламыз. Копияны алдық, салмағын тексеретін болсақ 52 ғана грамм. Ал контактысы кәдімгі темірден болып шықты. Ол өте қауіпті контактілерден болып саналады. Под оригинал люкстың жалпы салмағын көретін боламыз. Бізде кішкене қолданылған болғандықтан 55 грамм. Бұл оригинал деп сатылды бізге кезінде. Ал контактілерін көрейік. Металл контактілері әрине бұл темір емес екен. Мыс қоспасы десек те болады. Ал келесі кезекте біздің өзіміздің оригинал адаптерлеріміз NFC-мен қазір салмағын көреміз. 56 грамм шықты, әрине ауыр болып келеді. Ішінің барлығы толған микросхема, оригинал. Контактысын қарайық. Контактысы никельмен қапталған күміс қорытпасы болып келеді. Міне тамаша. Ендігі кезекте біз Charger Z-пен тексеретін боламыз. Қазір тоқты қалай беретінін. Копиямызды тексеріп жатырмыз. Бізде копия 20 ватт деп сатылды. 2000-3000 теңгеге сатылады. Бізде қанша ватт беретін көрейік. 5 ғана ватт. Мәссаған 5 ғана ватт. Өте өтірік, өте сапасы ақшасына да тұрмайды. Ал біздің люкс копиямыздың несін көрейік. Әрине копикат деп шықты. Серийный номер жанбай тұр. Жалпы модульдің полный сериялары белгісіз. Енді біздің оригиналды тексереміз. Оригиналда әрине жасыл жану керек. Жасыл жанып тұр. Серийный номер тоже жасыл жанып тұр. Сериялардың барлығы көрініп тұр. 20 ватт, 9 ватт, 2,2 ампер. Міне, осыны біз сіздерге кеңес береміз.